Техникалық және кәсіптік білім беру оқытушыларына арналған кредиттік модульдік оқыту технологиясында өзіндік оқу шығармашылық стратегиялар атты облыстық семинар бағдарламасы аясында Қостанай жоғары педагогикалық колледжінің жалпы білім беру пәндері оқытушысы Жармұхамбетова Алтынгүл Алдабергеновна Мәшһүр Жүсіп Көпейұлының нақыл сөздері тақырыбында ашық сабақ өткізді. Сабақ барысында студенттердің өзіндік жұмыс жасау және сыни ойлау дағдыларын қалыптастыруға бағытталған инновациялық оқыту әдістерін қолдану тәжірибесі көрсетілді. Өз жұмысында педагог кездейсоқ топ генераторы, Kahoot платформасы және TikTok сияқты цифрлық құралдарды белсене пайдаланады. Бұл әдістер оқу үдерісін студенттер үшін барынша интерактивті және қызықты етеді. Мысалы, Мәшһүр Жүсіп Көпейұлының нақыл сөздері тақырыбын оқыту барысында Kahoot платформасы арқылы викториналар ұйымдастырылады. Бұл материалдарды ойын түрінде тез меңгеруге ықпал етеді. Кездейсоқ топ генераторы тапсырмаларды бірлесіп орындау және талқылау үшін командаларды құруға көмектеседі. Ал TikTok студенттердің ұлы ойшылдардың нақыл сөздерін түсіндіретін қысқа метражды бейнероликтер жасауына арналған шығармашылық алаң ретінде пайдаланылады. Бұндай тәсілдің артықшылығы интерактивті және ынталандырушы оқу ортасын құру. Ол студенттердің сыни ойлау, шығармашылық және топта жұмыс істеу қабілеттерін дамытуға ықпал етеді. IT технологияларды интеграциялау қазақ тілі мен әдебиетін тереңірек меңгеруге ғана емес, сонымен қатар студенттерге қазіргі заманға сай цифрлық сауаттылық дағдыларын қалыптастыруға көмектеседі. Алтынгүл Алдабергеновна инновациялық әдістерді қолдану оқытуды барынша қызықты және тиімді ететінін, әр студенттің материалдарды белсене меңгеруіне ықпал ететінін және ұлттық мәдени мұраға деген қызығушылығын арттыратынын атап өтті.